Құрметті халайық, қазіргі кезде әлемде неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Естіген шығарсыздар, мына Венесуэланың президенті Мадуроны ұрлап, яғни бір елдің президентін алды да алып кетті, Америкаға апарып, енді оны соттап жатыр. Тұтастай мемлекетті басқарып отырған және миллиондаған халқы бар сондай алып мемлекеттің президентін Трамп барды алып кетті де әскерилермен. Енді Америкада сол президентті соттап жатыр. Венесуэлада Қазақстан сияқты мұнайға бай мемлекет, бірақ халқы пайдасын көрмей отырған мемлекет. Яғни мұнайының пайдасын өз халқы көрмей отырған мемлекет. Ал енді әлемдегі жағдайлар туралы айтып жатырмыз ғой біз. Енді Трамптың көзі Гренландияға түсіп отыр. Өйткені Гренландия әлемдегі жер бетіндегі ең үлкен арал. Гренландия қазір кішкентай ғана Дания мемлекетінің қол астында десек болады. Яғни Дания мемлекеті осы Гренландиядағы мәселелерді реттеп отыр қазіргі кезде. Бірақ Гренландия үлкен аралды Америка өз бақылауымызға аламыз деп Данияға қатаң талаптар қойды. Трамп сөйлесті, бірақ Гренландия басшылығы және мына Данияның басшылығы Гренландияны ешқандай да Америкаға бермейтінін қатаң түрде айтып ескертті. Сонымен қатар Трамп ақшамен сатып алғысы да келді, бірақ сатылмайды деп тоқтау қойды. Бірақ Трамптың тәбеті тым қатты екенін өздеріңіз де байқаған шығарсыздар. Өйткені егер де Гренландияны алатын болса, бұл Америка әскерилерінің солтүстікте күшеюіне алып келеді. Нәтижесі не болады? Нәтижесінде Американың әскери күштері Россияға жақындай түседі. Европаға, Россияға жақындай түседі. Ал өзіңіздер білесіздер, НАТО деген сөздің өзінің мағынасы солтүстік Атлантикалық одақ қой енді. Солтүстік Атлантикалық одақ. Ал Гренландия бұл солтүстіктегі арал. Ал енді қараңыздар, Мадуроны бір түннің ішінде алып кетуі, бір-ақ күнде Мадуроны алып кетуі, Венесуэланың президентін алып кетуі, әлем елдерін таңдай қақтырған оқиға болды деп айтсақ болады. Өйткені қазір мына биржалардағы бағаның неше түрлі ауытқулары, саясаттағы ауытқулар, әсіресе Қытай мен Ресей тақырға отырып қалды деген ақпараттар шыға бастады. Себебі мына Венесуэла елінде Қытай мен Ресейдің инвестициясы ағылып келіп жатқан мемлекет десек болады. Ресейдің де Қытайдың да қолдауын алып отырған мемлекет еді Венесуэла. Басшысы Мадуроны диктатор деп есептейді. Қалай дегенмен де Ресей мен Қытайға бір табан жақын мемлекеттің басшысын Америка алып кетіп соттап жатуы Қытай мен Ресейді бір күнде тақырға отырғызған оқиға болды дейді. Трампты біз ойлаймыз бір ашушаң, жылдам шешім қабылдайтын, дөрекі, сондай ойланбай әрекет ететін адам сияқты көрінгенмен, Трамптың артында үлкен күштердің тұрғанын тағы да байқап отырмыз. Сайлау кезінде де Трамптың артында үлкен күштер тұрғанын, Американың ең ірі монополистері, былайша айтқанда олигархтар десек болады, мына Илон Маск, Безос сияқты, әлемдік алпауыттар, Google сияқты, Мета сияқты компаниялардың өкілдерінің Трамптың артында тұрғанын сайлау кезінде де біз байқадық. Тіпті Илон Масктың қуанышын жасыра алмай көрсеткен жаңағы қолмен көрсеткен әрекетінің өзі америкалықтарды әлемді былай қойғанда америкалықтардың өзінің ашуын келтірген болатын. Бүкіл әлем біздің табанымыздың астында деген сияқты Илон Масктың қолмен көрсеткен Трамптың сайлаудағы жеңісінен кейінгі әрекеті бір Гитлердің әрекеттерімен байланыстырғандар да болды. Қалай дегенмен де Трамптың артында осындай үлкен күштердің тұрғанын және Американың мына атақты мұнай компаниялары бар ғой. Міне сол мұнай компаниялары енді Венесуэладағы мұнайды игереді деген ақпараттар да шығып жатыр. Бұл қытайлықтарды да, ресейліктерді де аяғынан тік тұрғызған оқиға болды. Енді бұның Қазақстанға қандай қатысы бар? Бұның айдаладағы, мысалы, қайдағы мұхиттың ар жағындағы Венесуэланы не үшін айтып отырсың? Бұның бізге қандай қатысы бар? Мадуроны алып кетсе, бір диктатор кетсе, екіншісі келеді деген сияқты нәрсе айтуымызға болады. Бірақ бұның да бір әсері болуы мүмкін. Өйткені қазіргі кезде мына әлемдік саясаткерлер кейбірі мынадай бір болжам айтып жатыр. Енді жақын аралықта Зеленский Путинмен бейбіт келісімге келсе, таңғалмай қойыңыздар деген сияқты. Немесе Зеленский мен Путин жақын арада бір келісімге келеді. Бұл келісім әрине Ресей үшін тиімді болуы мүмкін. Өйткені Путин Американың Венесуэладағы жасаған осындай шұғыл операциясына араласқан жоқ деген
былайша айтқанда сахнаның сыртындағы саудаласу деп атайды ғой бұны саясат тілінде. Сахнаның сыртындағы саудаласудың нәтижесінде енді Зеленскийді жайына қалдыру мүмкін дейді Трамп, көмекті тоқтатып. Ал Зеленскийді жайына қалдыратын болса, онда Путиннің күшейетіні сөзсіз Украина жерінде. Міне, мәселе қайда жатыр. Ал енді бұның Қазақстанға әсері сөзсіз болатыны анық, өйткені Украинадағы жеңіс пен жеңілістің мына Қазақстанға әсері Венесуэладан қатты болатыны айтпаса да түсініп отқан шығарсыздар. Өйткені Путиннің билігінің күшеюі, не болмаса мына ТМД мемлекеттерінің арасында Путиннің ықпалының күшеюіне алып келуі мүмкін. Яғни жеңістің дәмін татқан жеңімпаз өзін анағұрлым жайлы, еркін жасаған әрекетінің дұрыс екеніне сене бастауы мүмкін. Өйткені Грузиядағы қанды қырғынды өздеріңіз білесіздер, Саакашвилидің кезінде қазір сол тағдыр Зеленскийдің басында қайталанып жатқан сияқты. Грузияда да жаңағы әділеттілік, ашықтық, демократиялық қоғамға ұмтылыс жасаған Саакашвилидің билігінің соңғы жылдарының қалай аяқталғанын жақсы білесіздер деп ойлаймын. Өйткені Грузия солау 2008 жылдары қанға бөккен болатын. Ресей әскер басып кіріп қанды қырғын жасаған болатын Грузия жерінде. 2008 жыл бұл өтіп кеткен тарих, бірақ қазіргі Украина жерінде болып жатқан қанды қырғынмен тарихи сабақтастық бар жатқан сияқты. Өйткені Ресейдің жасап жатқан бұл бірінші агрессиясы емес. Сондықтан Путин енді осы Украина жерін жеңіске жететін болса, өзін анағұрлым сенімді, анағұрлым жайлы сезінуі әбден мүмкін. Енді қараңыздар, қазіргі кезде Ресейдің айналасындағы мемлекеттердің кейбірі Ресейден теріс айнала бастағанын да көріп отырмыз. Мысалы, Армения ОДКБ-дан шықты да кетті. Жарна төлемейміз деді, жиналыстарыңа қатыспаймыз деді. Бұл ашық мәлімдеме жасады Армения билігі, және Пашинян бастаған мына Арменияның билік өкілдері Европаға қарай бет түзеп жатыр, және Европалық одаққа, Еуроодаққа кіруге ұмтылысы қатты күшейіп кетті. Кремль мына жақта Украинамен басы қатып жатқаннан кейін Арменияға мойын бұруға шамалары келмей жатыр. Әзербайжан Мәскеуден іргесін аулақ сала бастады. Оның себебін де өздеріңіз жақсы білесіздер деп ойлаймын. Әзербайжан билігі тіпті Путинге қатқыл мәлімдемелер жасады. Русский домның жабылуының өзі неге тұрады? Ойлап қараңыздар, Әзербайжан жеріндегі Русский домның жабылуының өзі Әзербайжан үшін ең үлкен бетбұрыс кезеңдердің бірі болды дейді саясаттанушылар. Өйткені Русский дом бұл орыстың салт дәстүрін, әдебиетін, руханиятын уағыздайтын, тарататын ұйым. Оған Ресей миллиондаған қаражат бөліп отыр жыл сайын. Ол Русский дом Қазақстанда да бар мысалы. Және Қазақстанда ғана емес, осы Ресейдің айналасындағы мемлекеттерде де бар. Сонымен әлемдегі жағдайлардың осылай өзгеріп отырғанын көріп отырсыздар. Енді мынадай қандай қорытынды жасауға болады? Былай қарайтын болсаңыздар, тарихқа қарайтын болсаңыздар, бұл құдды бірінші дүниежүзілік соғыстың алдындағы мемлекеттердің саяси өзгерісіне алып ұқсайтын сияқты ма? Маған, мысалы, мен тарихшы ретінде айтып отырмын сіздерге. Өйткені Біріккен ұлттар ұйымы қауқарсыз екенін көрсетіп отыр, тағы да көріп отырсыздар. Украинадағы соғыс кезінде де өзінің қауқарсыз екенін көрсетті. Енді келіп тұтастай мемлекеттің басшысын алтта бір күнде ұрлап алтта кетіп қалып соттап жатыр. Ол кезде де Біріккен ұлттар ұйымы қауқарсыз екенін көрсетіп отыр. Ирандағы мәселелер, Иранда қазір халық жаппай наразылыққа шығып, жұмыссыздық, кедейлік, халықтың мұның барлығына наразылық білдіріп жатыр халық. Енді бір сөзбен айтқанда, Біріккен ұлттар ұйымының қауқарсыз болып жатқанын реформалаудың керек екенін Тоқаевтың өзі айтты. Бұл ұлттар лигасын еске түсіретін сияқты. Ұлттар лигасында бір уақыттары мына агрессияны тоқтата алмай ұйым ретінде өз қызметін тоқтатқан болатын. Кейіннен ұлттар лигасынан кейін Біріккен ұлттар ұйымы келді. Бірақ Біріккен ұлттар ұйымы да қазіргі кезде өзінің күшін жоғалта бастаған сияқты, ықпал ету тетіктерінен айырылып жатыр. Ал бұндай кезде қандай жағдай орнауы мүмкін әлемде? Бірінші дүниежүзілік соғыстың алдындағы немесе бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жағдайларды алып қараңыздаршы. Бір ғана принцип жұмыс істеген сияқты меніңше. Кім мықты, солар ғана тірі қалады деген сияқты.